Қаныш Сәтбаевтың туылғанына 125 жыл. Және де атақты батырлар Сағдат Нұрмағамбетов, Рахымжан Қошқарбаевтың туылғанына 100 жыл болды. Биыл қанша жыл болып отыр? 2014 жылдың 3 қаңтарындағы Егемен Қазақстан атты газетіне Қырғызстан Республикасының президенті және оның бас қолбасшысы сұхбат берген болатын. Ол сұхбатта жалпы ұлттық бірегейлікті нығайту тұрғысынан халқымызды көрнекті тарихи қылып көрсету болған. Ұлы Отан соғысы қазақ халқына өте үлкен қасірет алып келді. Сол кезде олар өз отанын қорғау үшін фашистік Германияға қарсы төтеп берді. 700 мыңнан астам адам әскерге жіберілді. Сол кездегі 1418 драмаға толы күні қазақ халқы үшін ауыр болды. Тайтөбе ауылында, қазіргі Ақмола облысы Целиноград ауылында дүниеге келген. Ол 10 жасында жетім қалады. Рахымжан Қошқарбаев, Сағдат Нұрмағамбетов, Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдинов, Қасым Қайсенов, Төлеген Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиваз Доспанова және 1,2 миллион астам отандастарымыздың ерліктері білім беру орнында маңызды бөлігі болып қалуы тиіс. Осы құрметке лайық 20 ғасырдың әскери қайраткерлерінің арасында Рейхстагқа дейін 260 өлім метрден өткен адам, оның ішінде жеңіс туын алғаш көтерген адам, даңқ пен наградаларды күтпеген Рахымжан Қошқарбаев та бар. Көптеген ұрпақтар білетін және есте сақтайтын қазіргі және кейінгі батырлар да бар. Және жеңіс туын бірінші болып көтерген, аңызға айналған тағдырдың адамы Рахымжан ұлы Қошқарбаевтың есімі лайықты орын алған. Алғашқы күндерден бастап ол майданға өтініш бере бастады. Ол армияға сұрана бастады. Ол кезде оның жасы небәрі 16 жаста еді. Тек 1942 жылы 18 жасына толуына 2 ай қалған кезде Қазақстан мен Орта Азия республикалы сарбаздар алғашқы әскери дайындыққа Көкшетау қаласына барған еді. Мұнда негізі орыс тіліне жақсы білмейтін, немесе мүлдем сөйлемейтін түркі және тәжік сарбаздары жиналған еді. 1945 жылы 22 сәуірде 153 атқыштар дивизиясының 674 атқыштар полкінің взвод командирі лейтенант Рахымжан Қошқарбаев Одыр өзені арқылы өту кезіндегі шайқастағы үшін бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталды. 10 тамызында аңызға айналған тақырыптың адамы өмірден озып Алматы қаласының Кеңесай жиырабында жерленді. Бүгінгі таңға дейін қазақ халқының ұлы баласының есімі көшелер мен саябақтарға берілді. Қазақ КСР мемлекет кеңесінің 1989 жылдың 17 сәуірінде Ұлы Отан соғысының еске алу қатысушысының еске алу туралы қаулысы мен оның есімі Целиноград облысы, қазіргі Ақмола облысы, Целиноград ауданы Қосшы ауылында орта мектепке берілді. Астана қаласында Рахымжан Қошқарбаев есімі даңғылдатылды. Бұрын Романовка аталған Ақмола облысының ауылы Рахымжан Қошқарбаев ауылы деген есімі берілді. Алматы қаласының Достық даңғылы номер 2 үйдің және Алматы қонақ үйіне өмірдің соңына дейін қызмет еткені Алматы қонақ үйінің алдында мемориалдан жасаған ескерткіш қойған. Сондай-ақ Алматы қаласының Алатау ауданы, Мөлкетау ауданында Рахымжан Қошқарбаев деген көшесі бар. Ескерткіштері Астана қаласындағы Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаев даңғылдарының қиылысында 2020 жылы салынған Рахымжан Қошқарбаев ескерткіші бар.